Кәсіпкерліктегі этика және әлеуметтік жауапкершілік. Бір. Іскерлік этика және кәсіпкерлік мәдениет. Кәсіпкерлік мәдениеті мен іскерлік этика бұл кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері, әдістері мен әдістерінің жиынтығын игеруде қол жеткізілген кемелдік дәрежесінің маңызды құрамдас бөлігі. Мәдениет бұл адамдардың өндірістік, әлеуметтік және рухани жетістіктерінің жиынтығы. Кәсіпкерлік мәдениеті ұғымының әртүрлі түсіндірмелері бар, бірақ бизнесті дамыту мен жүргізудегі сәтсіздіктердің жалпыға бірдей қабылданған статистикасы іскерлік сәтсіздіктердің 40-дан астамы қабілетсіздікпен, істі физикалық, моральдық немесе интеллектуалдық тұрғыдан жүргізе алмауымен тікелей байланысты екенін көрсетеді. Өз ісін бастаған адам өзін өз ісінің жетекшісі ретінде таңдайды. Бұл таңдауды жасағаннан кейін, ол өзінің қабілеттерін, дайындығын, бейімділігін, даму деңгейін бағалау үшін өзіне мұқият қарау керек. Кәсіпкердің өз шешімдері үшін моральдық жауапкершілігі, серіктестерге деген құрмет, адалдық, рухани даму қазіргі заманғы бизнесті жүргізудің қажетті негізі. Күнделікті іс-әрекетте кәсіпкерлер үнемі адамгершілік мәселелерін лайықты шешуге тура келетін іскерлік жағдайларға тап болады. Кәсіпкерлік қызметтің моральдық нормалары табысқа, жаңашылдыққа оң назар аудару, негізделген тәуекелді қабылдау, өз идеялары негізінде мәселелерді шешу, кәсіпкердің қоғам алдындағы жауапкершілігі, адал бәсекелестік ережелері бойынша жұмыс, мақсатқа жету үшін пайда табу, жоғары кәсібилік, өзіне деген сенімділік, кәсіпкер қызметінің лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ететін тауарлар мен қызметтердің жоғары тиімділігі мен сапасына бағдарлануы. Кәсіпкерлік мәдениетінің негізі экономикалық еркіндік, әрекетке қабілетті азаматтардың еркін қызметі болып табылады. Мемлекет кәсіпкерліктің басқа қатысушыларының және нарықтық экономиканың басқа субъектілерінің, тұтастай алғанда қоғамның мүдделері мен экономикалық еркіндігін қорғау мақсатында жекелеген кәсіпкерлік қызметтің дүниежүзілік экономикалық еркіндігінің көрінісін шектеу үшін белгілі бір кедергілерді белгілейді. Сондықтан мемлекет кәсіпкерлердің кәсіпкерлік қызметті реттейтін, құқықтық нормаларды бұзғаны үшін жауапкершілік шаралары мен нысандарын белгілейді. Кәсіпкерлік мәдениетінің негізгі элементтері мынадай құндылықтар болып табылады. Кәсіпкерлік заңы әлеуметтік құндылықтар мен нормалар, құқықтық актілерден, шарттық қатынастардан және жасалатын заңды мәмілелерден туындайтын міндеттемелер мен міндеттерді қатаң орындау, қажеттіліктерге назар аудару, жеке тұлғаны ашу, кәсіби білім жиынтығы, мінез-құлықтың болжамдылығы, өз бизнесі субъектілерінің адал жүргізуі, басқару және ақпараттық жүйелер бөлігіндегі даму деңгейі, адамдарға, тұтынушыларға, серіктестерге, мемлекетке адал қарым-қатынас мәдениеттің жетекші белгісі. Кәсіпкерлік мәдениеттің элементтері осы кәсіпорын тәжірибесінің әсерінен де, оның көшбасшыларының көзқарасы нәтижесінде де қалыптасады. Ол жылдар бойы қалыптасады, динамикалық және үнемі жетілдіріліп отырады. Кәсіпкерлердің кәсіптік этиканы, кәсіпорынның этикалық кодекстерін, бизнесті жүзеге асырудың жалпы қабылданған ережелерін, кәсіпкерлердің мәдениеті мен тәрбиесінің деңгейін, олардың талаптарының дәрежесін, қоғамда қолданылатын әдет-ғұрыптар мен әдет-ғұрыптарды сақтауды, заңды бизнесті жүзеге асыру үшін қажетті білім деңгейін және тағы басқа қамтитын жалпы этикалық нормаларды сақтауы да маңызды. Қазақстандық кәсіпкерлердің этикалық негіздерін таңдау және қалыптастыру ерекшеліктері, экономикалық дамуының заманауи моделімен, мемлекеттік саясаттың мәні мен мазмұнымен, кәсіпкерлік қызметтің қалыптасу процестеріне әсер ету тетіктерімен байланысты күрделі және қарама-қайшы процесті білдіреді. Кәсіпкерлік ұйымның мәдениеті нарықтық ортаның, бәсекелестер мен тұтынушылардың, жалпы қоғамның негізі мен даму деңгейінің әсерінен қалыптасады. Кәсіпорын мәдениеті келесідей ішкі факторлармен анықталады. Кәсіпкерлік қызмет пәні, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, басқару мәдениеті, іскерлік серіктестік деңгейі, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне ықпал ететін басқару стилі, бизнесті жүргізудің құндылықтары мен дәстүрлері туралы нақты түсініктердің болуы, басшылардың жоғары кәсіби құзыреттілігі, кәсіпорындар, менеджерлер мен қызметкерлер және оларды оқыту мүмкіндігі, басшылықтың өзіне жауапкершілік алу қабілеті. Кәсіпкерліктің этикалық нормалары бұл кәсіпкерлердің моральдық мінез-құлқы, олардың қоғамдық борышы, серіктестерге, тұтынушыларға, қоғамға және мемлекетке қатысты міндеттері. Кәсіпкерлік этика осы сөзге адалдық, өзіне қабылданған міндеттеме, құқықтық нормаларда белгіленген міндеттерді орындамаған үшін моральдық жауапкершілік сияқты категорияларда көрінеді.
Кәсіпкерлік этиканы зерттеушілер өркениетті кәсіпкерлердің жалпы этикалық нормаларын қалыптастырды. Оларды келесіге келтіруге болады. Ол өз қызметінің тек өзі үшін ғана емес, басқалар үшін де, қоғам үшін де пайдалылығына сенімді. Оның айналасындағы адамдар жұмыс істегісі келеді және біледі. Кәсіпкермен бірге өздерін жүзеге асыруға тырысады. Өз бизнесіне сенеді, оны өнер ретінде қарастырады. Бәсекелестік қажеттілігін мойындайды, бірақ ынтымақтастық қажеттілігін де түсінеді. Өзін тұлға ретінде ал кез келген адамды өзі ретінде құрметтейді. Кез келген мүлікті, мемлекеттік билікті, қоғамдық қозғалыстарды, әлеуметтік тәртіпті, заңдарды құрметтейді. Ол өзіне ғана емес, басқаларға да сенеді. Кәсібилік пен құзыреттілікті құрметтейді. Білім, ғылым мен техниканы, мәдениетті бағалайды. Экологиялық нормаларды сақтайды. Инновацияларға ұмтылады. Қарамағындағыларға қажетті шешім қабылдау жауапкершілігін жүктемейді. Басқа адамдардың кемшіліктеріне төзімді. Өз мақсаттарын қызметкерлердің жеке мақсаттарымен үйлестіреді. Ешқашан ешкімді қорламайды. Шексіз шыдамдылық бар. Кәсіпкер өзінің имиджін қалыптастырып, этикетті сақтауы керек. Ол сыпайылық, әдептілік, нәзіктік сияқты мінез құлық белгілері қоғамда өзін қалай ұстау керектігін білу үшін ғана емес, сонымен қатар қарапайым өмірлік ұстаным үшін де өте қажет екенін анық білуі керек. Қарым-қатынас мәдениеті, өлшем сезімі, ізгі ниет, эмоцияларыңызды басқара білу туралы ұмытпауымыз керек. Іскерлік этикеттің өсиеттері бар. Артық сөйлеспеңіз, мейірімді және мейірімді болыңыз. Сыртқы келбетке, әдептілікке, іскерлік киімге назар аударыңыз. Жақсы тілде сөйлеңіз және жазыңыз. Сіздің имиджіңізді қалыптастыра отырып, бұл тек іскерлік әңгімелер жүргізу ғана емес. Бұл сіздің қызметтік кеңсеңіздің, телефонмен сөйлесу мәдениетінің, визит карточкасының және тағы басқа екенін есте ұстаған жөн. Бұл жағдайда имидж интеллектке кем түспеуі керек. Негізгі серіктестер бірден бейсаналық түрде оқитын факторлар алғашқы әсерге әсер етеді. Бұл сыртқы келбеттің тартымдылығы, қабылдаудың әртүрлі тәсілдері, серіктеске деген көзқарас. Келіссөздер, іскерлік кездесулер жүргізу өнері сөзсіз маңызды. Кейбір ұсыныстарды ұсынамыз. Келіссөздердің алдын ала кезеңінде іскери серіктесті зерттейміз. Мінез, құлық, кеңсе дизайны, өндірістік атмосфера, қызметкерлердің мінез құлқы, сөйлеудің негізгі сипаттамалары, вербалды емес белгілердің мағынасы. Іскерлік қарым-қатынаста сөйлеудің негізгі сипаттамалары келесідей шешіледі. Пулемет кезегі сияқты тым жылдам шоғырлана алмау, өте қатты сөйлеу қысым, тым тыныш өзіне деген сенімсіздік, өте баяу келіссөздер нәтижесінде қызығушылық жоқ. Егер қарапайым, сіздің ойыңызша сұрақтарға жауап беру кезінде кідіріс пайда болса, онда сіздің серіктесіңіз ақпаратқа ие емес. Қимылдарды, мимиканы, көзқарасты түсіну қабілеті серіктестің не болып жатқанына деген шынайы көзқарасын түсінуге көмектеседі. Іскерлік этика этикалық құқықтық нормалар мен ережелердің жиынтығын қамтиды. Олардың негізінде кәсіпкер серіктестермен, мемлекеттік органдармен, тұтынушылармен, бәсекелестермен және жалпы қоғаммен қарым-қатынас орнатады. Кәсіпкердің практикалық қызметінде қолданылуы керек этикалық мінез құлықтың белгілі бір ережелері бар. Сенімділік және айқындық, өз ісіне берілгендік, заңға ерікті түрде бағыну, әділдік пен әдептілік, адамгершілік, объективтілік, тікелей құпиялылық, өз міндеттерін адал атқару, жанжалдарды болдырмау мүмкіндігі, пікірлестер мен достар ұжымын қалыптастыру. Гарвард университетінің профессоры Дэвид Маклелланд кәсіпкерлердің мінездерін зерттеу барысында, бақытты кәсіпкерлер 6 сипаттамалық қасиетке ие болса, жақсы жұмыс істейді деген қорытындыға келді. Бұл сипаттамалық белгілер спектрдің түстері сияқты бір-біріне ауысып, нақты бөлінуге жауап бермейді. Бұл сипаттамалық белгілер, жаңашылдық, іс-әрекеттің негізделген тәуекелі, өзіне деген сенімділік, табандылық, мақсат қою, жауапкершілік. Инновация кәсіпкердің ең маңызды сипаты. Бұл кәсіпкерлік үшін өте маңызды, бірақ ол өндіріске тұтынушылардың пайдасына айналған кезде кәсіпкерлікке айналады. Кәсіпкердің іс-әрекетінің негізделген тәуекелі олардың қабілеттеріне сәйкес келетін тәуекел дәрежесін таңдаумен байланысты. Жақсартуды ешқашан тоқтатпау, және ешкімнің қателіктерден иммунитеті жоқ екенін мойындау маңызды. Өзіне деген сенімділік сіздің таланттарыңызға және өзіңізге деген адалдықты арттырады. Кәсіпкердің таланты қоғам үшін жаңа беделге ие болуы маңызды. Іс жүзінде, әдетте, кәсіпкерлер өздерінің шеберлігі оқиғаларды қалыптастыра алатын кезде ғана көп жұмыс істейді. Жұмыстың негізгі принциптері. Тұтынушы мүмкіндігінше көп қызметтерді тегін ұсынуы керек. Тұтынушыға қажет болуы мүмкін барлық нәрсе сатылуы керек.
Фирма табысының негізгі принциптері: адамға деген құрмет. Әрбір сатып алушы ең жақсы қызмет көрсетуге құқылы. Қызметтің негізгі шарты жоғары сапа. Басшы әрбір қызметкерді жалпы еңбек процесіне тарта алатын тиімді ұйымдастырушы болуға тиіс. Акционерлер алдындағы міндеттемелерді орындау. Өнімдер мен қызметтерді жеткізушілермен адал қарым-қатынас. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.